26-шы сұрақ. Көмірсутектің хлор туындысының салыстырмалы молекулалық массасы 119,5 дейді. Құрамында элементтің массалық үлестері 10%, сутек, не дейді? Құрамында элементтердің массалық үлестері көміртек 10%, сутек 0,8, хлор 89,2 дейді. Қосылыстың атауы формуласы дейді. Ой, мынаны даже ойланудың қажеті жоқ қой. Бізде салыстырмалы молекулалық массасы беріліп тұр екен ғой, 119,5. Назар аударыңыз, 119,5 бұл бізде қандай сан? Қараңыз, хлордың мрі 35,5, е? 35,5. А 35,5, егер біз оны жұп санға көбейтсек, 0-мен аяқталады. Ал тақ санға көбейтсек, ол 5-пен аяқталады. Үтірден кейін 5 тұрады. Бізде назар аударыңыз, үтірден кейін 5 тұр. Сондықтан қай жауаптар атпадайды? А жауабы және Б жауабы атпадайды. Д жауап тоже атпадайды. Неге? Өйткені ол жетпейді ғой 119,5-ке. Сонда 35,5-ті көбейтем 3-ке, оған қосамын 13-ті. 119,5. Просто мр 119,5 тауып аласыз ғой, басқаша айтқанда. Түсінікті ғой? Эмер. Жақсы. Оңай ғой. Спирттерде қышқылға ұқсас қасиет байқалатын реакция дейді. Спирттерде қышқылға ұқсас реакция. Жоғары температурада дегидратацияланады дейді. Сілтілік металлмен әрекеттескен сутек газы. Дұрыс жауап осы. Өйткені қышқылдар дегидратацияға түспейді жоғары температурада. Спирттер жай эфир түзеді, ал қышқылдар түзбейді. Мыс 2 оксидмен әрекеттесіп мысты тотықсыздандырады дейді. Ол да дұрыс емес. Дальше номер 28. Берілген заттар айналымындағы А, Б және не заттар дейді? X заттар дейді. А, Б және X заттар. Назар аударыңыз, біз Адан бастайық. Этилен дейді. Этиленнің формуласы С2H4. Диброметан дейді. С2H4 бром 2. Осы жерден азат не екенін білуге болады. Не өзгеріп тұр? Бром қосылып тұр. Мында бром жоқ қой, а мында 2 бром бар. Сондықтан қай жауап келеді? Бром. Бром суы деген қалай? Түсінікті ғой? Дұрыс. Келесі, бензол гамолғы толуол орын басу реакциясына оңай түседі дейді. Азот қышқылымен әрекеттескенде түсіретін қопару жұмыстарында қолданылатын зат. 2, 4, 6 тринитро не болады? Толуол болады. 2 тринитро толуол. Басқаша оны тротил деп айтамыз, ТНТ деп айтамыз, е? Дальше. Номер 30-шы сұрақ. Бензол сақинасында реакциялардың орналасу бойынша заттың атауы дейді. Егер көрші тұрса, біз оны не деп айтамыз? Орто деп айтамыз. Қарама қарсы тұрса, пара деп айтамыз. Ал біреуден кейін тұрса, біз оны не деп айтамыз? Мета деп айтамыз. Сонда метаксилол болды. Ары қарай, номер 31-ші сұрақ. Берілген қосылыстың аты дейді. Нумерация әрине мына жақтан басталады. 1, 2, 3, 4. Бізде 2-де және 3-те не бар? Диметил бутанал болады сонда. Пропан болмайды, екен көміртектің саны 4-те. 32. Спирттер мен карбон қышқылдары өзара әрекеттескенде түсетін органикалық қосылысты күрделі эфир дейді. Валериан қышқылы, валерианда көміртектің саны басқаша неше болады? 5 болады. Валериан қышқылы басқаша ол пентан қышқылы. Мында көміртектің саны 3-ақ. Қышқыл қалдығында көміртек 5 болу керек. Мында 3-ақ. Мында, дұрыс жауап да болады ғой. Мектеп бағдарламасында алғашқы 6 қышқылдың несін жатқа білу керек, дәстүрлі атауын. Метан қышқылын құмырсқа қышқылы дейміз, этан қышқылын сірке қышқылы дейміз, пропанды пропион қышқылы, бутанды май қышқылы, пентанды валериан, гександы капрон қышқылы дейміз. Сосын жаңа стеарин қышқылы, пальмитин, соларды білу керек. Органикалық аммиак туындылары аминдер дейді. Екіншілік, диметил аминнің 4 моль жанғанда түзілетін азот газының көлемі дейді. Екіншілік, диметил аминнің диметил амин деп отырғанымыз CH3 2 еселенген NH стрелка асылды. Енді өзің жақсы білесіз деген ойдамын, аминдердің жану реакциясын жазған кезде біз әрқашан алдына неше қоямыз?
төрт қойып бастаймыз. В общем, құрамында NH3 не кіргенде біз әрқашан жану реакциясын жазғанда неше қойып бастайтын едік? Төрт қойып бастаймыз. Мгм. Мысалы, аммиактың жану реакциясын жазғанда да, сондықтан мында екі қоямыз. Мынау төрт, мынау x1. Мынауымыз тоже төрт, мында екі көбейту 22-де төрт. Мында x1 тапсақ, тоже 44-те 8 шығады. Біз өзіңіз көріп отырғандай ешқандай реакция теңдеуін жазбай-ақ бүкіл есептерді шығара беруімізге болады. Номері 30 нешеге келдік? 4-ке келдік. Альфа мен қышқылдардың пептидтік байланысы байланысқан құрылымдық буынның тұратын табиғи биполимер дейді. Көмір суларда болмайды ма? Дұрыс жауап нәруыздар ғой. Мгм. Байланыспен Да, нәруыздар емес пе? Майлар эфирлік байланыспен түзіледі, көмір сулар вообще нефтен, алдегидтер вообще нефтен. Жүгері дәнінің құрамында крахмалдың массалық үлесі 70% дейді. Спирттің теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығым 70% болса, спирттің массалық үлесі 96 болатын 100 кг этанол алуға қажет жүгері дәндерінің массасы дейді. В общем, былай ғой, крахмал С6, H10O5. Одан біз әрине не аламыз? Глюкоза аламыз. Ал глюкозадан не аламыз? Спирт аламыз, глюкозадан спирт аламыз. Мынауымыз енді массасын тауып алуымыз керек. 96-ны 100-ге 0,96 100-ге өтсек, мынау 96 килограмм. Мынау x1. Мынаның назар аударыңыз, шығымы 75%. Мынауымыз 2 көбейту 46, а мынауымыз 162 эмерлер. Осы жерден x1 тауып аламыз. 162-ні көбейтеміз 96-ға, бөлеміз 92. 177-де 13. Енді бізде шығым x сол жағында тұрса, ойша нешеге бөліп жібереміз? 0,75-ке бөліп жібереміз. Мгм. 216-да 17. Енді 36 екен ғой. 236-да 17 килограммын бұл 70%-ді құрайды. А бізге 100%-ді керек. Бізге бүкіл жүгері керек қой. X екінді ғой. 100-де x секунд емес. 330. 230. Ал, Пропорцияға саламыз ғой, 236,17-ге көбейтіп, 170-ге бөле саламыз. сонда 337 шығады. Что ондай жауап көріп тұрған жоқпын мен. 337, қай жерден қате кеттік біз? 100 килограмм этанол алуға жұмсалатын 96%. Құрамында спирттің массалық үлесі 96%. 96 көбейту 180-нен 18 алсаң 162 ғой, дұрыс қой. 162 бөлу 46, 92. Мына жерде қате есептеп мен апай. Мына жерде, оказывается, неше шығады екен? 169 шығады екен. Енді 169 бөлеміз 0,75-ке. 225-те 33. Оны бөлеміз 0,7-ге. 322 шығады. Ондайда жауап жоқ. Қай жерден қате жетіп отырмыз? 162 көбейту 96 бөлу 2 бөлу 46. 169 дұрыс. Салыстырғанда шығымы 75%. Спирттің теориялық мүмкіндікті салыстырғанда шығым 75% болса. Бөлеміз дұрыс 0,75-ке. 225-те 39. Енді әр есептегенде мына калькуляторшы әртүрлі сан шығарып отыр. Сіз де есептеп отқан жоқсыз ба? Қазір есептеп отырмын, қазір калькулятор. Көзі шықпайды ма? Қазір телефон калькулятормен есептейінші, калькулятор шаршаған ойдың биыл қобыды. 96 көбейту 162 бөлу 46 бөлу 2. 169 шығады. 169. Енді 169-ды бөлемін 0,75-ке. 225-те 39. 225-те 39.
Ары қарай. Енді 225-те 39. 225-те 39-ды бөлем 0,7-ге. Ну, 322 шығады. Ну, 322, что-то ондай жауап көріп тұрған жоқпын. Мынау апелляциялық сұрақ сияқты, иә? Беру керек сияқты. Апелляциялық сұрақ сияқты, өйткені басқа жауап жоқ. Былай да шықпай тұр. Иә, 322 шығады. Басқа жауап. 322-ге ең жақыны қайсысы? Ну, қайсысын белгілесең де разница жоқ. 349-ды белгілей берейік, бірақ есептің шығарылу жолы дұрыс, бірақ жауап қате. Номері 36. Давайте біз мынаны белгілемей қояйық, чтобы не қылу үшін, сенімді отыру үшін. 36. Өсімдік фотосинтез кезінде 33-те 6 литр көмір қышқылын сіңірсе, қоршаған ортаға бөлінген оттек дейді. СО2 стрелка не бола салады? О2 бола салады, иә? Мынау 33-те 6, мынау X. Мынау 22-де 4, мынау тоже 22-де 4. Ну, қайттан 33-те 6. Дальше. 37. Электр оқшаулағыш полимер өнеркәсібінде мономер ретінде қолданылатын газдың құрамында масса үлесі 85-те 7% көміртек, 14-те 3% сутек бар. Газдың сутек бойынша тығыздығы, салыстырмалы тығыздығы 21 дейді. 21-ді 2-ге бөлсек 42, мр 42 болатын, ну, скорее всего, пропилен ғой. Түсінікті? Дұрыс. 38. Құрамында 20% изопрені бар. Көміртектің 1 килограмм қоспасын 0,006 килограмм изопрен көксағыз алынды дейді. Көксағыздың теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда шығымы дейді. Назар аударыңыз. 1 килограммның 20% болса, ол деп отырғанымыз 0,2 ғой. 0,2. 0,2 ол 100%. А бізге 0,06-ны тап деп тұр ғой сонда. Ну, 30%. Түсінікті ғой? 39. Лавсан талшығы жарыққа сілтіме қышқыл ерітіндісіне беріктігі ерекшеленеді. Лавсан алуы терефталь қышқылы мен поликонденсация реакциясына түсетін баяу қататын антифриз ретінде қолданылуы көп атмосфер. Мынау білу керек. Этиленгликоль ғой, әңгіме. Этиленгликоль туралы. Антифриз, яғни нелерді қатырмаудың алдын алатын еріткіш. Дальше. Аммиак суда ерігенде донорлы акцептерлі механизм арқылы аммоний ионы түзеді. Жаңа егер сұрақтарға мұқият назар аударсаңыз, жаңа бізде аммоний туралы болды ғой, есіңізде ме, донорлы акцептерлі механизм түзеді деген. Мен сізге тізімін жасап жауап бердім ғой. Егер сол сұрақты тастап кеткен болсаңыз, белгілемей. Ол кезде осы жерден жауабын тауып алуыңызға болады, көрдіңіз бе? Аммоний тұздардың көпшілігі суда жақсы еритін ақ түсті кристалл заттар. Аммоний хлоридіне сілтімен әсер еткенде байқалатын өткір иісті газ дейді. Ну, енді әрине қайттан не бөлім шығады? Аммиак. Аммиак бөлім шығады. 41. Вау. Полимер дейді. Сонымен контекст былай. Жоғары молекулалық қосылыстар қысқаша немесе стандарт түрде полимер деп атауға болады дейді. Полимерлердің тізбегі мен полимерлердің салыстырмалы молекулалық массасы шексіз өсе бермейді дейді. Реакцияның қоспада қатары өсіп келе жатқан қос тізбек өзара шектік шама тоқтап, молекулалық массада тұрақтанады дейді. Полимердің молекулалық массасы оның қасиеттері мен маңызды сипаттамасы болып есептеледі дейді. Молекулалық массасы 5000, 10 000 болатын полистирол сынғыш болса, ал молекулалық массасы 50 000-нан 100 000-ға дейін болатын жоғары молекулалық стирол жұқа мөлдір қабық түсіп, стирофлекс деген атаумен электротехника, радиотехника, оқшаулағыш диэлектрик ретінде қолданылады дейді. Полимерлерді тек көміртек атомдар арасында қос байланыс есебінен ғана емес, молекула кез келген қос байланыс құрамында алуға болады дейді. Мысалы, полимерлену фенолформальдегид шайырында альдегидтің топтың қос байланыс есебінен жүзеге асады дейді. Эпоксидті шайырдың мономерлері дейді. Вау. Оқушылардың контексті бар ғой, мұғалімдердікіне қарағанда негізі оңай, өйткені оқушылардың контекстінен көп нәрсені тауып алуға болады. А мынау мұғалімдердің контекстінде көбіне ол білуге арналған вообще ақпаратты беріп қояды не в тему. И потом сұрақтары
прямо не эпоксидті дейді. Бізде Мысалы, жаңа иә, басқа өтірік. ал Басқа бір-біріне кішкене қиындау болады да, мысалы. Басқа ақпарат береді да, бірақ жауабы басқа. иә, вообще не в тему, в общем, қуынбаймын. Давайте енді іздеп көрейік қазір. Жоғары молекула қосылыстардың кемісінде полимерлердің тізбегі мен полимерлердің салыстырмалы молекулалық массасы шексіз өсе бермейді реакцияның қоспада өткен жатқан қос тізбек өзара шектік шамада топтық молекулалық массасы. Сонысы. Мгм. Мына жерде эпоксидтілік туралы вообще айтылмаған, иә? Мгм. Мгм. Ну, эпоксидті материал дегеніміз, апай, бұл жерде ше, скорее всего, дұрыс жауап С болады. С болатын этиленгликоль мен ненің несі сияқты, иә? Это этилен оксидінің несі сияқты. Давайте біз мынаны точно білмейміз, сондықтан сұрақ белгісін қойып қалдырып кетейік. Қазір Катямен жұмыс кезінде келеміз. Мгм. Номері 42-ші сұрақ. Ә, Желінбейтін шиналар, оқ өтпейтін киімдер, өте берік тростар алынатын терефтар қышқылымен парафин, не дейді, фенилен диамин алынатын полимер дейді. Вау. Тоже под вопросом, бірақ әңгіме, скорее всего, кевлар туралы. Өйткені оқ өтпейтін нелер жасайтын, бронежилет жасайтын полимер берік, ол кевлар болу керек. Номері 43-ші сұрақ. Поливинил ацетат пайдалы полимер дейді. Оның гидролиз нәтижесінде биологиялық жолмен ыдырайтын материал поливинил спирт алынады дейді. Поливинил спиртінің мономері дейді. Поливинил спирті. Винил дегеніміз не бізде? Ол құрамында не болса егер? Қос байланыс болса. Міне мынау бізде винил. Еще бізде мына жерде не болу керек? OH болу керек. Сонда, скорее всего, ол міне мынау. Түсінікті ғой? Мгм. Мынау бола алмайды. Сразу. Неге? Өйткені оттектің Бірақ валенттілігі үшеу болып кеткен. Мынау қос байланыс жоқ мынада. Полимер түзу үшін қос байланыс болу керек деп айтты ғой. Мында вообще көміртектің саны үшеу болып кетті. Винилда көміртектің саны екеу. Сондықтан дұрыс жауап түрі сол болады. 44. Орташа молекулалық массасы полихлорапреннің полимерлену дәрежесі дейді. Аха. Мынаны шығаруға болады. Полимерлену дәрежесін табу үшін біз не істейтін едік? Малярлық масса полимерді бөлеміз неге? бөлеміз. Малярлық масса мономерге. Сонда 2,1,1,25-ті бөлеміз. Полихлор хлорапрен деген, скорее всего, бізде мынау ғой. Бізде изопрен деген бар. Изопрен десе бізде С5H8, е? А хлорапрен десе, хлорапрен ол, скорее всего, мынау болу керек. Мында хлор келеді, мында қос байланыс бар, мында H да, мына жерге тоже H2, H2, мында H1. Енді көміртектің санын санаймыз. Көміртегіміз 4-еу. Ойбай, мрны есептеп алуымыз керек. Мына жерге мрны көміртегіміз 4-еу, сутегіміз үшеу болып кетті. 5-еу, хлор. Мрны есептеп қояйық. 88 дейміз. 239. Сұрақ бар ма? 239. 45. Бутадин бірішпен стиролдың сополимерлену бутадин стирол көксағысы алынады дейді. Егер бутадин стирол көксағысының бір буынының массасы 632 грамм, шығымы 0,8 түзілсе, реакцияға қатысқан бутадин біріштің массасы дейді. Бутадин деп отырғанымыз бұл С4H8 емес H6 стрелка. Стирол бұл дегеніміз С6H5
CH қос байланыс CH2. Бұны жинақтап қалай жазуымызға болады бізде? Оған қосып тұр ғой еще С нешені? С4, H6-ны. Сонда общий көміртектің саны С неше болады? 8, 12 болады. H 8, 14 болады. Мынауымыз біздің 632, он мынауымыз төрт X1. Мынауымыз С4 48, 54. Мынаның емерін есептейміз қазір. 12 көбейту 12, қосу 14. 158. X1 табамыз. 54-ті көбейтеміз 632-ге, бөлеміз 158-ге. 210. Оны шығымымыз неше дейді біздің? X-іміз сол жағында тұр, шығымымыз 0,8 дейді. 0,8-ге бөліп жібереміз. Егер X сол жағында тұрса, 0,8-ге бөлеміз. Ал оң жағында тұрса, не істейміз? Көбейтеміз. 270 шығады. Сұрақ бар ма? жоқ жоқ. Номері 46. Назар аударыңыз. Біз 41-42-ні жауап берген жоқпыз, өйткені точно, нақты 100%-ны білген жоқпыз. Номері неше мынау? Ой. Месопотамия біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықта темірді қолданып, оны аспаннан түскен от деп атаған дейді. Египет фараоны 2-ші Рамзес Хеттер патшасына жазған хатында кендерді тотықсыздандыру арқылы темір алу туралы мәліметтер бар дейді. Темір ғасыры деген терминді ғылымға 19-шы ғасырдың басында дат ғалымы Томсон енгізді дейді. Бұл темір металлургиясы дами бастаған кез. Қазақстанда темір кендері Оралдың шығыс беткейінде Қостанай өңірінде көптеп кездеседі дейді. Темір кендерін тікелей тотықсыздандыру процесі қара металлургия өндірісінің дами түсуіне жол ашты дейді. Темірдің периодтық жүйедегі орны. Енді біз бұны точно жауап бере аламыз. Бұл, скорее всего, 4-ші период, 8-ші, бытол. Солай емес пе? 5-ші период келмейді, 4-ші, 8-ші атом емес, атомымыз точно бытол. Дальше 47-ші сұрақ. Магнитті теміртастың формуласы дейді. Бұл минералдардың, кендердің аттары. Енді сіз жалпы мен бұған дейін сабақтарымның нелерімді көріп жүрмедіңіз, оқушыларды ұртыға дайындауға арналған. Арасында көремін, я қолым босаған кезде. Қазір не көрініп тұр сізге? Магниті теміртас. Магнит теміртас, темір сульфиді. Сіз жалпы өзіңіз оқушылар дайындамайсыз ба бұтыға? Соңғы уақытта дайындап жүрген жоқпын. Bir minut. Қазір мен ашып алайын. Енді былай ғой, магнитті теміртас не, бұл кендердің аттарын жатқа білу керек. Бізде жаттау керек кендердің тізімі бар. Соны жақсылап, егер бір еске сақтап алсаңыз, минералдық заттардың нелердің аттары. Соларды, мысалы, перит деп аталады деген сияқты ше. Қазір көрсетейінші, мен ашпай қалдым. Қазір сізге сол жаңағы сұрақ көрініп тұр ғой, иә? Иә. Пока анау 47-ті степ кетейік, 48-де қазір көрсетеміз, сосын нақты не қыламыз. Былай, темірді өнеркәсіпке алу болмайтын әдіс дейді. Сұрақ бір түрлі қойылған екен, иә. Темір екі тұздарының балқымасын электролиздеу дейді. Темір екі оксидін, көміртек екі оксидін тотықсыздандыру келеді. Оксидтерін сутекпен тотықсыздандыру келеді. Темір үш оксидін алюминийін тотықсыздандыру. Енді балқымасын электролиздеу, скорее всего, вообще жанасы неге келмейді. Скорее всего, осы болмайды. Дальше 49. Темір үш ионы анықталатын қолданылатын реагент. Қазір бұны да көрсетемін. Сапалы реакциялардан. Ылғал ауада темір тотығып, темір үш гидроксидін түзеді дейді. 112 грамм темірден түзілетін гидроксидтің зат мөлшері дейді. Бұл жағдайда темір стрелка не дей саламыз? Темір үш гидроксид. Феррум OH неше еселенген? 3 еселенген. Мынау 112, мынау X1. Мынауымыз 56, мынауымыз 1. Осы жерден X1 тапсақ, скорее всего, 2 шығады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Жақсы.
қай жерде екені? Мгм. Папкалар көрініп тұр ма сізге? Иә, көрініп тұр. Мгм. Жаңа бізде минералдар, маңызды минералдар. Мгм. Мынау документтерді жаттап алсаңыздар, қандай ұбт-ға кірмей тұрып. нкт ғой енді. Ол кезде өздеріңізге жақсы болады. Көп нәрсені үнемдеуге болады. Жаңа бізде темірдің кені дейді, мына жерде бүкіл минералдардың аттары бар. Мектеп бағдарламасында кездесетін. Енді мектептен мектеп міне ауыспалы металдар темір. Феррум Мгм. 2О3, бізге магнетит дейді жаңылмасам, или магнитті теміртас дейді. Магнитит темір 3О4. 47 магнитті теміртас дейді ау деймін. Міне магнитті теміртас, бұл феррум. Үш не болады сонда? О4 болады. Мгм. О4. Минералдардың аттарын жаттау керек. Дальше 49. 49. Мұнда егер ең оңай әдісі, егер плюс 2 болса, плюс 3-ті аламыз. Плюс 3 болса, Мгм. плюс 2-ні аламыз. Мхм. Мынау қазір бұны да көрсетейін. Бұның барлығы мына документтің ішінде тұр. Бейорганикалық заттардың несі деген бар, сапалық реакциясы. Мгм. Көрініп тұр ма сізге документ? Көр- Мгм. Міне, егер темір плюс 2 болса, көрдіңіз бе, феррумның плюс 3-ін аламыз. Міне, феррум плюс 3 болатын. Значит, калийдан мына жерде 3 болу керек деген сөз ғой. Қазір көрсетейін. Міне, калийдан плюс 3 болу керек. Көрдіңіз бе? Мына жерде өткен минус 3 тұр. Мгм. Сонда біз контексттен жауап бердік. Енді давайте бізде жаңа есіңізде болса, бізге сарапшыға 35 балл керек. Ну, по крайней мере, 35 плюс керек. Біз тек қана 100% білетіндеріміз ғана жауап бердік. Сонда біз 41-42-ні жауап бере алмадық. 2 балл. 35-ті тастап кеттік. Точно асықпай шығарамыз деп, 22-ні тастап кеттік. 4 балл. 7 балл. Ну, примерно бесеуін ба, нешеуін тастап кеттік? 1 балл. Біреу, екеу, үшеу, төрт. Бесеуін тастап кеттік. Қалғанның барлығына жауап бере алдық. Осы жерден уже қорықпай, смело уже қалған жауап бере беруге болады. Асықпай, ойланып, соңына дейін шығарып бара салып, уақытты. Ну, енді мұғалімдерге айтудың керегі жоқ қой. Енді бірінші ерте шығып кетсең, медаль ешкім бермейді. Соңына дейін отыру керек деп сіздерге айтудың қажеті жоқ қой. Оны сіз де жақсы білесіздер. Сондықтан уже 35 точно плюс бар бізде. Уже сенімді сарапшының балын алдық деп айтсақ болады. Бірақ енді біз давайте до конца істеп көрейік. Ну, енді тағы да қайталап айтамын, 41 бізде болуы мүмкін өте жоғары ықтималдықпен этиленгликоль және этилен оксиді. Бұл эпоксидті материалдар деген 11-ші сыныптың соңғы 2 тарауында бар. Жаңа заттарды синтездеу деген бар ғой. Жаңағыдай нитинол деген нелер бар, сол тақырыпта бар. Графен. Дальше 42-ші сұрақ. Мына жерде, скорее всего, беріктігі өте жоғары кевлар. Бұл полимерлер де бар. Және анау тоже сол соңғы тарау 11-ші сыныптың полимерлер тақырыбын оқысаңыз болады. Бірінші бөліміндегі 10-ші сыныпта жоқ, енді ол точно 10-ші сыныптың полимерлерінде жоқ. 11-ші сыныптың полимерлерінде бар, және жаңа заттар синтездеу дегенде бар. Сонда как раз бронежилеттер жасау дегенде. Номер 35. Мынау жаңағы қате есеп болды. Біз бұны қанша ойлансақ та бәрі, скорее всего, 349 деп белгілей берейік. Бірақ, скорее всего, бұдан қате жоғалтамыз. Сосын апелляцияға беретін сұрақтарды уж соңынан не қылсақ болады. Мынаны біз есептейміз деліге, соңынан кебе. И давайте енді 7-тен бастап, қайттан басынан бастап есептейік. Мына сұрақ, давайте, 22-ші сынаған. Бірінші біз әрине нелерін тауып алуымыз керек. Сізге көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр, көрініп. Енді қараңыз. Қазір 1 минут, менің мынау ручкамның басы түсіп қалыпты. Олай түсіп қалған. Қазір 1 минут апай. Мына пока өзіңіз жай қарай тұрыңыз, менде ручкам басы түсіп қалыпты, жазылмайтын болып. Апай, сіз шығарып жатсыз ба? Иә, Айтып отырайын ба? Менде ручкам басы түсіп қалыпты. болатын жабық ыдыста. Көлемі 600 миллиграмм болатын жабық ыдыста.
деп көріп отырғанда нөл бүтін нөл бір болатын болса дейді. Масқара, мына ручканың басы түсіп қалды ғой. Мгм. Апай, менде ручканың басы түсіп қалды, сондықтан мен әдемі қылып жаза алмаймын. Сондықтан өкінішке орай барынша тырысамыз шығаруға. Сізге не көрініп тұр қазір? Көлемі 600 миллиграмм болатын жабық ыдыста деп тұр да, сутек пен бром әрекеттестіріп, сутек пирамиданы алып отыр. Енді қараңыз, біз бірінші екеуінің де несін тауып алуымыз керек, концентрациясын тауып алуымыз керек. Ол үшін бірінші H2-ның концентрациясын табу үшін, H2-ның концентрациясын табу үшін. Енді мен мышкамен жазып жатырмын, сондықтан жаман қылып жазам. Әрине зат мөлшерін, сол заттың зат мөлшерін. Яғни бізде сутектің зат мөлшері неше деп тұр? 0,01 деп тұр. Оны бөлеміз 0,6 литрге. 0,6 литріміз қайдан шықты бізде? Бұл 600 миллилитрді ойша неге бөліп алдық? 100-ге бөліп алдық. Мыңға бөліп алдық, литрге айналдыру үшін. Сонда бізде 0,166 шығады. 167 шығады. Дәл солай бром 2-нікінде табамыз. Бром 2-нікінде. Ол үшін не істейміз? Біз то же самое 0,02-ні Бөлеміз бөлеміз нешеге? 0,6-ға. 0,6. 0,01 0,02 бөлу 0,6. Ну, сонда 0,133 шығады. 333 шығады. Енді осы жерден V1-ді табамыз. V1-ді табу үшін как раз мынау екеуін бір-біріне не істей саламыз? Көбейте саламыз. 0,0333 көбейту 0,160. 0,0167 көбейту 0,0333. Сонда бізде шығады 0,0 тағы да 0 тағы да 0 500, мынауымыз 5 5 6. Мен мышкамен жазып жатырмын, кешірім өтінемін. Ал енді бізде әрқайсысының не дейді? Әрқайсысынікі 0,01-ге арттырса дейді. Значит, тағы H2-нікін арттыру үшін не істейміз енді? Мынауымыз 0,01 еді, ол тағы да 0,01-ге арттырсаң 0,02 болады. Оны 0,6-ға бөлеміз. Сонда бізде неше шығады? 0,0333. А мынауымыз бром 2-нікін тоже не болып кетті, былай оқу. Бром 2, мынауымыз бром 2, стрелка тең. Мынауымыз 0,03 болады енді. Өйткені 0,2-ге, о баста 0,2 болды ғой. Мынаны бөлеміз 0,10-нан тоже нешеге? 6-ға. Сонда 0,03 бөлу 0,6. Ну, сонда 0,05 шығады. Енді 0,05-ті көбейтеміз 0,0333-ге. Ну, сонда 0,05 шығады. Енді біз мынау үлкенді кішкентайға бөлеміз енді. Мынау 0,000556-ны бөлеміз 0,00165-ке. Ну, сонда 0 бүтін мынандай сан шығады үшін. 0,333 деген сан шығады. Ну, ең несін алғу енді, скорее всего. 339 шықты. Жақсы, әрі қарай кеттік. Мында номері 7. Мына жағдайда қараңыз, энтальпияны табу үшін, стандарт энтальпияны табу үшін, біз мына жақтарды жаңа айттық қой, мынаны 0 деп аламыз. 0-дің мына жағы не болады? Теріс сандар болады, а мына жағы оң сандар болады. Мына жақты минусқа көбейтеміз, мына жақтарды плюске көбейтеміз. Ол деп отырғанымыз не? Сонда дельта H-ты табу үшін, энтальпияны табу үшін, мынау минус
1273-ті көбейтеміз минус бірге. Минус бір қайдан шықты? Ол алдындағы коэффициент. Минус бірге көбейтеміз. Мынау алдындағы коэффициент бір ғой мынаны. Түсінікті ма? Оған қосамыз. Минус 2885-те 8-ді көбейтеміз минус 6-ға. Ол қайдан шықты? Мынау 6 деген оттектің алдына коэффициент, просто анау минус жағында тұрғандықтан оған қосамыз. СО2-нікі қанша? Кешіріңіз, оттектікі 0 екен ғой. Мына жерде оттектікі 0 екен ғой. Мен неге қарамаппын ғой, мынау H2O-нікін жазып қойыппын ғой. Оттектікі 0-ді минус 6-ға көбейтеміз. Көрдіңіз бе, оттектікі 0. Дальше H2O-нікі, СО2-нікі минус 393-те қанша? 6, 93-те 5. Оны көбейтеміз 6-ға уже. Плюс 6-ға. Енді плюс деп жазудың керегі жоқ. Өйткені плюс жақта тұр. Қосу минус 285-те 8-ді көбейтеміз тоже 6-ға. И осыны есептей саламыз. Кешіріңіз, тағы да менің нем бас түсіп қалды, сондықтан мышкамен жазып жатырмын. Өмір жазып көрмеген. Бәрі қорқынышты болып кетті ғой. В общем, мынауымыз плюске айналып кетеді. Сонда 6 көбейту 385-те 5 қосу 6 көбейту 285-те мынауымыз дұрыс емес. 393-те 5-ті көбейтем 6-ға, оған қосамын 285-те 8-ді көбейтемін 6-ға. Одан азайтам нешені? 1273-ті. Сонда 2802-де 8 шығады. Дұрыс жауап. Минуспен шығады. Минуспен шығады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сонда біз примерно белгілеп болдық. Примерно. Сен жақсы. Енді бізге мақсатымыз ненің балын алу, тағы да қайталап айтам. Жаңа не еді? Сарапшының балын алу. Мне кажется, сарапшының балына жету қажет. Елуден елу шығып тұр екен ғой. Сұрақ бар ма? Жоқ, сұрақ жоқ. Енді жаңа бізде қандай сұраққа точно күмәндан, бізде 100% бір қате есеп болды. Қайсысы? Ол жаңағы 342 деген біз жобамен бердік қой, есіңізде ме? Бізде 300 бір нәрсе шықты. Сол точно операциялық сұрақ. Сосын біз мынадай логикалық тізбе құрдық, жаңағыдай қате болуы мүмкін, қате болмауы мүмкін деген болды ғой, жаңа электролит және биэлектролит деген. Соны беруіміз мүмкін, и жаңағылардың бәрі. Чисто біз білетін болғандықтан белгілейді, жаңа полимерге қатысты сұрақтар, бірақ ол жерден біз точно үшеуін біліп жауап бердік, қалған екеуін жауабымен жауап бердік. Сұрақ бар ма? Жоқ, сұрақ жоқ. Түсінікті ма? Талдау. Негізі тест-центрдің базасында осындай 7 нұсқа бар екен. Егер осы 7 нұсқаны осылай толық талдап, есептердің жаңағыдай лайфхакпен шығарып, жақсылап түсініп алсаңыз, ол кезде мен ойлаймын 35-ті көзді жұмып отырып жинап шығу қиын емес тест-центр. Қатысқаныңызға рахмет. Назарыңызға да рахмет. Сау болыңыз.